Алланың рияшылығы үшін беріп жатқанына Юсуфолла Әл-Фали ағамызға, Әліп ағамызға, мына Құранда да келеді, ағамыздың аты да жаман емес. Аталары қойған ғой, әліп деп. Құранда былай бар аят. Әлиф, ләм, мим деген 3 сөз бар. Бақара сүресінің басынша 1-ші аяты. Әлиф, ләм, мим деген сөз бар. Әлиф деген жалғызым деген сөз Алла тағала. Ләм деген жараттым деген сөз. Мим деген бүкіл әлемді. Сонда қара, не сөз шығып тұр? Әлиф, ләм, мим. Зәликәл китабу ла райба фиһи һудан лил муттақин деген аят шықты жерде. Сондықтан жамағаттар, Алла тағала осы әліп деген ағамыздың атына аталары дұрыс лайық атып қойған екен. Алла разы болсын. Ұрпағы осы ата әкелеріңіздің жақсылығын әлде болса жалғастыра беріңдер. Әкелеріңіз қалай болса, сіздер де сол бағытта жүрсеңіздер, адаспайсыздар. Одан басқа осы жерде аналарыңыз бар, аналарыңызға да құрмет көрсетіп қойсаңыздар, жақсы негізі, жақсы нәрсе. Бірінші жамағаттар дүниеге жаратылған әйел емес, бірінші жаратылған дүниеге не? Еркек, Адам алейхиссалам деген мақалында. Әкеміздің аты ертең қияметте сұрайды. Әкелеріңіз кім болып еді дегенде, Адам алейхим шығады екен. Мен бірінші болып жаратылған дүниеге. Әйелді сұраған кім десе, Адам алейхиссалам мен деп айтады. Мен сұрадым. Менің қабырғамнан жаратылған әйел емес пе бұл сұрайды екен. Сонда жамағаттар, Алла тағала сізге қапа сізге Алла қуат берсін. Алла сіздің шаңырағыңызда жақсылық болсын. Әліп ағамызға беріп жатқан садақа, оқылып жатқан Құран дұға қабыл болсын. Пайғамбарымыз мынандай бір хадис айта кетейін. Пайғамбарымыз айтқан екен, бірінші рухтың азығы ғибадат, дененің азығы тамақ, жүректің азығы иман, ақылдың азығы ілім деп айтқан екен. Сонда ағамыз ілімді кісі болған екен. Ілімді болған адам ешқашан шатаспайды, қателеспейді. Білім алған есе. Пайғамбарым айтты, білім алмаған адам аспан мен жердің арасы қандай болса, ол кісі шатасады деген. Сонда жамағат, білім деген нәрсе керек. Бесікте пайғамбар айтты, бесіктен тәуірге денің парыз деді. Ағамыз сол білімді алды. Ағамыз сол шәкіртті тәрбиелеп кетті, сіздер аманат қыл. Енді соны өздеріңіз жалғастырып жатсыздар. Әлде болса жалғастыра беріңіздер деп тілек айтамын. Тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Мына беріп жатқан садақа қабыл болсын. Айтылып жатқан тілектер, жақсы сөздер, амалдар қабыл болсын. Пайғамбарымыз бүйтіп айтқан екен, ниет амалға байланысты, амал ниетке байланысты деп айтқан екен. Баршамыздың ниет амалымыз, дұғамыз бүгінгі Әліп-Қали ағамызға қабыл болсын. Тірі адам өлген адамды еске алады. Өлген адам тірі адамнан сұрайды екен дұға. Дұға қайда маған? Менің басыма келмейсің ба? Өлімді еске алмайсың ба деп айтады екен өлген адам. А біз кейде жаман өлген адамның басынан сұраймыз. Ол дұрыс емес. Өлген адамды сұрамаймыз ба? Өлген адамға тірі адам әссалату дұға етеді. Сол дұғамыз бүгінгі Әліп ағамызға қабыл болсын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Алла разы болсын. Жаңа Махмуд ағамыз айтып кетті. Негізінде дін дейтін нәрседе үлкен нәрсе ғой. Кезінде өздеріңіз білесіздер, мен осы жұлдыз мешітіне имам болып жүргенде талай мақала бердім газетке. Жақсы жағынан да бердім. Кейбірін шығарып тастамайды, кейбірін шығармайды, кейбірін жазбайды. Осылар мақалаларды. Шындық деген нәрсе жүреді. Бағана өзіңіз айтқандай Әліп ағамыз шындық айтса, шындық жүргенде Алла жүреді. Шындық жүрмеген не жүреді? Өтірік жүреді, шайтан жүреді. Соны қойыңдар. Алла ниеттеріміз қабыл болсын. Ал Құран оқиық енді Алланың атымен. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب بالدين أليس الله بحكيم الحاكمين صدق الله العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم وهو عزيز رحيم الأجل كريم سامي الدعاء سبحان رب الأعلى الوهاب سبحان رب الأعلى الوهاب يا رب العالمين
жаратушы Алла қасиетті осы оқылған Тин сүресінің сауабын шаңырақта өткен Жүсіп ұлы Әліп ағамыздың рухын Алла қабыл еткей. Жатқан жері жайлы болсын, топырағы тұрқа болсын, иман байлығын берсін, иманын саламат етіп, қабір азабынан сақтап, жанын жәннаттан, тәнін Алла Тағала рахматтан қылғайсын. Осы барша келген жамағаттында ниеттеріңізді, тілектеріңізді, басып келген қадамдарыңызды, айлақан жеп отқан дұға шарифаттарымызды, дұға тілектерімізді, шаңырақта өткен марқұм болған Жүсіпұлы Әліп ағамыздың рухын Алла қабыл еткей. Артында қалған жанұясына, отбасына, бала-шағасына, туыстарына, ағайындарына жаратушы Жапар Алла хайыр берекетіңді, жақсылығыңды, аманшылығыңды Алла нәсіп қылғайсын. Алланың ризашылығы үшін берген садақа, Алланың ризашылығы үшін оқылған дұғамыз, тілегіміз, ниетіміз, амалымыз қабыл болсын. Раббана ла тузигh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa huwa azizur rahim wa jadul karim sami'u du'a warhamna ma'hum washurna bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Allahu olsun. Kabul olsun. Toyda gecesi bütün şakrakta